Диви. Бөлу. Деление. Диви. Division, ya? Division. Кесте. Кесте, таблица, table. Аха, өте жақсы. 92-ші беттегі бірінші есеп 18 бен 12-нің қосындысына 3-ті бөл. 18 бен 12-ні қоссақ, жақшаң ішіндегі амалды бірінші орындаймыз. Тең 30. Ал 30-ды 3-ке бөлетін болсақ, бөліндінің мәні 10-ға тең. Олай болса, бұл өрнектің мәні 10. Екінші есеп 900-ді 100-ге бөлу. Яғни 100-ге бөлгенде 2 нөлі қысқарады. Сол кезде бөліндінің мәні 9-ға тең. Бағандап шығарып көрейік. Көбейтіп және бөлеміз. 21-ді 4-ке көбейтетін болсақ, 21 жазамыз. 4 бірлікті астына, бірліктің астына жаздық. Одан кейін 1-ді 4-ке көбейтсек 4. Енді x сияқты қылып 4-ті 2-ге көбейтеміз. Мәні 8. 84, 21 4-ке көбейткенде. Яғни бірінші 4-ті 1-ге көбейтіп алдық, одан кейін 4-ті 2-ге де көбейттік. Мәндерін жаздық. Бағандап бөлетін болсақ, 88-ді 8-ге бөлгенде 8 бұл жерде бірлік, бір таңбалы сан, сондықтан мында үтір ажыратылады. 8-ді 1-ге көбейткенде 8 болады. Яғни азайтамыз. Бұл жерде 0, немесе оны тең белгісін қоямыз. Одан келесі екінші тұрған 8 бірлік. Тағы да 8-ді 1-ге көбейтсек, 8 бен 8 тең. Олай болса 88-ді 8-ге бөлгенде мәні 11-ге тең. Бағандап бөлеміз. 960-ты 30-ға бөлгенде 30 саны 2 таңбалы, олай болса 96 деп 2 таңбасынан үтірді ажыратамыз. 96-ға жақын санды табып жазуымыз керек. Ол үшін 30-ды 3-ке көбейтсек 90 болады. 4-ке көбейтсек ол асып кетеді. Бізге 96-ға жақын болуы керек. Мінекей 6-дан 0 азайтқанда 6, мұнда теңдік белгісі сақтаймыз. Яғни 0, ештеңе жоқ деген сөз. Енді мына 6-ның қасына 0-ін тіркейміз. Енді 30-ға тағы нешені көбейткенде 60 шығады. 2-ні. 30-ды 2-ке көбейтеміз. 60. 60 пен 60 тең. Олай болса 960-ты 30-ға бөлгенде бөліндінің мәні 32-ке тең. 93-ші беттегі 4-ші есеп 27 мен 12-нің қосындысына 3-ті бөл. 27 мен 12-ні қосқанда қосындының мәні 39-ға тең. Енді 39-ды 3-ке бөлсек, бөліндінің мәні 13-ке тең. 4-ші есепті бағандап шығарылу жолы. 39-ды 3-ке бағандап бөлетін болсақ, 3 бірлік, бұнда да ажыратамыз үтір арқылы. Одан кейін 3-ті 1-ге көбейткенде 3, мінекей 0-ге тең. Енді 9. 3-ті 3-ке көбейткенде 9 жаздық. Олай болса 39-ды 3-ке бөлгенде 13-ке тең. 5-ші есепте шарты қызыл шар 12, көк шар 20, 3 қорапта қанша шар болатынын табуымыз керек. Шешуі: алдымен қызыл шар 12 мен көк шар 20-ны екеуін бір-біріне қосамыз. 32. Дәл осындай 32 шар 3 қорапқа қанша сыяды? 93-ші бет, 6-шы есеп бағалау. 220-ны 4-ке көбейтеміз. Және қатесін түзетіп табуымыз керек, егер қате болса. 220-ны 4-ке көбейту үшін бағандап көбейтетін болсақ, 0 4-ке
көбейтеміз 0. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8. Тағы да 2-ні 4-ке көбейтеміз 8. 220-ны 4-ке көбейткенде 880 көбейтінің мәні. 660-ты 3-ке бөлсек, 3 бізде бір таңбалы, сондықтан ажыратамыз үтірден. Енді 3-ті 2-ге көбейтсек 6, ол тең. Одан кейін бізде тағы да 6 бар. Тағы да 3-ті 2-ге көбейтсек 6 тең. Енді бізде 0 қалды. Енді 3-ті 0-ге көбейтсе 0 болады. Олай болса, 660-ты 3-ке бөлгенде 220-ға тең. Бөліндінің мәні 220. 840-ты 20-ға бөлетін болсақ, 20 бізде 2 таңбалы, үтірден ажыратамыз, үтір арқылы белгілеп. 20-ны нешеге көбейткенде 84 болмайды, енді 80 жақыны. Жақын сан бұл жерде 4-ті 20-ға, 20-ны 4-ке өтсек 80. 84-тен 80 алсақ 4. Мұнда 0, ештеңе жоқ. Мұнда 0-ні тіркейміз. Енді 20-ны 2-ге көбейтсек 40 болады екен. 40 пен 40 екеуі де тең, яғни 0. 840-ты 20-ға бөлсек, бөліндінің мәні 42-ге тең.